Бұл өрмекшіні көрсеңіз, тез арада өлтіріп тастаңыз немесе қашып кетіңіз. Бұл өрмекшінің атауы қарақұрт деп аталады. Қарақұрт жануарлар мен адамзат үшін өте қауіпті. Егер дер кезінде медициналық көмек көрсетпесек, соңы өлімге аяқталуы мүмкін. Сол себепті де бүгін қарақұрт жайлы түсіремін деп шештім. Және де бұл видеода қарақұрт шаққан кезде қандай симптомдар болады, қарақұрт қандай жерлерде мекен етеді, және де жедел жәрдемге дейінгі алғашқы көмек жайлы, және стационарда қандай ем жүргізеді, сол туралы айтатын боламын. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін, себебі әр адам өзіне және де қасындағы жолдастарына алғашқы көмек көрсете білуі қажет. Ал біз бастаймыз. Қарақұрт құрғақ климаты бар елдерде және тмд елдерінде жиі кездестіруге болады. Сіз оны арқасында қызыл дақтары барымен көзбен анықтай аласыз. Қарақұрт планетаның барлық континенттерінде 30-дан астам түрі белгілі. Олардың 8-ін Еуразия аймағында кездестіруге болады. Олардың барлығы адамдар үшін өте қауіпті. Бұл аналық қарақұрт аталық қарақұртты жұптасқаннан кейін жеп қояды. Табиғатта қарақұрттың жұмыртқасын жеп популяциясын азайтатын табиғи жаулары да бар. Олар кейбір аралар және кірпілер болып табылады. Халқымызда қарақұртты қой жесе семіреді деген де ұғым бар. Қарақұрттың жалпы мөлшері жынысына байланысты. Аналық 2 см-ге дейін жетуі мүмкін, ал аталығы 1 см-ден аспайды. Қарақұрт жақтарын пайдаланып тістейді, содан кейін уын жібереді. Сондықтан жараны көргенде жақын жерде орналасқан екі кішкентай дақты көруге болады. Қарақұрттың аналықтары ғана адамдар үшін өте қауіпті, ал аталықтардың кішкентай жақтары адам терісін тесіп өтуі екі талай. Ыстық құрғақшылық жылдары қарақұрттың таралу аймағы кеңейеді. Көбею үшін олар жел мен паутиналар арқылы таралады және жұптасқан үшін қолайлы жерлер іздейді. Ұзақ уақыт ыстық ауа райында қарақұртты тіпті қаланың шетінде кездестіруге болады. Қарақұрт көбінесе осы жаз айларында және де күздің алғашқы айларында өте көп кездестіруге болады. Қарақұрттың қоныстануының себептері ұзақ уақыт ыстық ауа райы, сондай-ақ көкөністер мен жемістермен бірге көшуі. Бірақ өрмекшілер қыста толығымен өледі. Қарақұрт бірінші болып ешқашан шабуыл жасамайды. Шағу көбінесе жәндіктер киімге кірген кезде адамның немқұрайлылығынан болады. Өрмекшіні шөп шабатын егістіктерде, қорада, ауылдық жерлерде және ескі үйлерде кездестіруге болады. Қарақұрттың аналықтары адамдар мен жануарларға үлкен қауіп төндіреді, ал аталықтары кішкентай және теріні тістей алмайды. Қарақұрт уының құрамында ақуыздағы сипаттағы ферменттер мен нейротоксиннен тұрады. Қарақұрт уы құрамында ақуыздық сипаттағы ферменттер мен нейротоксиннен тұрады. Негізгі белсенді зат болып табылатын альфа-латроксин жүйке ұштарына әсер етеді. Бұл уланудың ауырлығы зардап шеккен адамның бастапқы жағдайына байланысты. Тәуекел тобына кіретін, яғни группа риска дейді ғой, егде жастағы адамдар, қарт адамдар, балалар, созылмалы ауруы бар науқастар кіреді. Қарақұрттың шағуынан адам өледі ме деген сұрақтар көп туылып жатады. Мамандандырылған медициналық көмек болмаған жағдайда қан айналымы тоқтап, жедел жүрек тыныс алу жеткіліксіздігі дамиды. Қарақұрт шағуына қарсы арнайы антидотты енгізу удың әсерін бейтараптап, уланудың әсерін алады. Қарақұрт шаққан кезде негізгі белгілеріне келетін болсақ, негізі адамдар қарақұрттың шағуын бірден байқамайды. Оның белгілері бірнеше минуттан кейін ғана болады. Бұл өрмекшіні шаққанда иненің шаншуы сияқты болады. Қарақұрттың шағу орны қызарып ісінеді. 10-15 минуттан кейін уланудың алғашқы белгілері пайда болады. Удың нейротоксикалық әсері бар, сондықтан зардап шеккен адам қатты ауырады, әсіресе кеуде, іш, бел аймағында. Іштің бұлшық еттері қатайып, қатты ағаш болып қалады. Аяқтың бұлшық еттері керісінше әлсірейді. Галлюцинациялар, артық терлеу, жүрек айну, құсу, дене температурасының жоғаруы, квинке ісінуі, анафилактический шок, тремор және бұлшық еттерінің жиырылуы, тыныс алудың қысқаруы, бронхоспазм. Одан кейін бұлшық еттердегі паралич, қан қысымының төмендеуі, жүректен нарушениялар болуы және де зәр шығарудың кешіктіруі байқалады. Бұл енді симптомдар бірден барлық симптомдар болмайды, әр адамда әртүрлі симптомдармен көрінеді. Бұл негізгі симптомдары осы көрінетін. Дер кезінде көмек көрсетпесе 2 сағаттан кейін аналықтың шағуынан өлімге алып келуі мүмкін.
Жас қарақұрт немесе аталықтарын шағуы қатты қауіп әкелмейді. Арусыны өздігінен кетеді деп үміттену мүмкін емес. Адам дәрігерге неғұрлым тезірек барса, соғұрлым тезірек қалпына келеді. Өрмекшілердің көпшілігі адамдар үшін қауіпті емес, бірақ соның ішінде скорпион, тарантул, қарақұрт, осы группа рискісі бар адамдар үшін өте қауіпті. Ал енді еміне келетін болсақ, алғашқы көмегіне қарақұрт шаққан кезде бұны әрбір адам баласы және де білу қажет. Ең бірінші, егер адамды өрмекші шағып алса, өрмекшіге ұқсас нәрсе шағып алса, шұғыл көмек көрсетіп, зардап шеккен адамды дәрігерге тез көрсету қажет. Ең бірінші горизонтальды қалыпқа жатқызу, яғни арқамен жатқызу. Қозғалмау, бұлшық еттерінің жиырылуы және қозғалу удың сіңу жылдамдығын арттырады. Тістеген жерге суық басу. Егер аяқ қолды шақса, иммобилизация жасау, яғни аяқ қолды қимылдамайтындай етіп байлау. Тістеген жерден 5 см жоғары жерге бинтті қатты орау. Бинттің қатты орау қарқындылығы астына 1 саусақ кіретіндей болуы қажет. Зардап шеккен адам өрмекші тістеген аяқ қолды жүрек деңгейінен төмен болатындай күйде ұстауымыз қажет. Бас немесе мойынды тістеген кезде тістеген жерді қолмен басасыз. Зардап шеккен адамды белсенді түрде шай, су ішкізуіміз қажет. Жалпы әсер ететін аллергияға қарсы препараттарды беруіміз қажет. Қарқынды ауырсыну кезінде ауырсынуды басатын дәрі-дәрмектер пайдалануымыз қажет. Егер жағдай ауыр болса, 1 сағат ішінде медициналық көмек алу мүмкін болмаса, гормоналды қабынуға қарсы препараттарды саламыз. Қарақұрттың уы жоғары температура әсерінен бірден жойылады. Осыдан кейін тістеген жерге 1-2 минут ішінде жанып тұрған сіріңкені басымен немесе темекімен күйдіруіміз қажет. Қарақұрт шаққан кезде мүлдем істеуге болмайтын іс-әрекеттер. Ең бірінші, жгутпен орап тастау. Тістеген жерді кесу. Зардап шеккен адамға тамақ немесе алкоголь беру. Бұл мүлдем болмайды. Ал жедел медициналық көмегіне келетін болсақ, медициналық көмек қарақұрт токсиніне қарсы антидот, қарақұртқа қарсы сары су енгізуімен басталады. Қарқынды терапияның негізгі бағыттары анальгезия, яғни наркотический препараттармен обезболивать етеміз. Себебі обычный анальгетиктер бұл кезде әсер етпейді. Сосын глюкокортикостероидтар, яғни бұл гормональды препараттар. Эмоционалды жағдайды жеңілдетуге арналған седативті препараттар. Антигистаминдік дәрілік препараттар, яғни аллергияға қарсы. Сосын жүрек қан-тамыр жүйесінің қызметін түзету үшін ерітінділер, яғни инфузия жасау внутривенно. Жүйке бұлшық ет берілісін қалпына келтіру. Тыныс алуды түзету. Ылғалданған оттегі беру, механикалық желдету егер керек болса. Бронхоспазм құбылыстарын жою, зәр шығарудың қалпына келтіру және де симптоматикалық терапия жасау. Ал енді өрмекшінің шағуын алдын алуымыз қажет. Ең бірінші, егер сіз өрмекшіні денеңізде тапсаңыз, ешқандай жағдайда өлтіруге тырыспаңыз, шайқаңыз немесе киімді сырғытыңыз. Сосын барып өлтіріп тастаңыз жерге түскеннен кейін. Бұл өрмекші торының жақын жерде тұратындығының белгісі. Өрмекшілердің үйге немесе басқа да жерлерге кіріп кетуіне жол бермейтін москитті сеткалар қолдану. Киім киерде алдын ала қағу, аяқ киімді тексеру. Қауіпті жерлерде резиновый аяқ киіммен немесе кішкене биіктеу аяқ киіммен жүруді ұмытпаңыз. Өрмекшілер ыстық ауа райында ең белсенді екенін есте сақтағаныңыз жөн. Ал құрметті достар, осымен бүгінгі қарақұрт жайлы тақырыбым соңына келіп жетті. Егер сіздерге ұнаса, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз және де достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Себебі әр адам өзіне және де қасындағы жолдастарына алғашқы көмек көрсете білуі тиіс.